Майна деген төмен деген сөз, вира деген жоғарыға деген сөз. Әртүрлі жұмыстар жасадық, строительный объектіде жұмыстар жасадық. Мен өзімді ұсындым крановой болуға. Өзім қарапайым отбасынан шыққанмын. Туған жерім Қызылорда облысы. Осы Астанаға келген 2004 жылы осылай келіп кетіп жұмыс жасап жүрдік. Осылай басталды Астанада жұмысым. Осыған дейін мен әртүрлі жұмыстар жасадық. Строительный объектіде жұмыстар жасадық, әртүрлі компанияларда. 2019 жылы осы заводқа келдім, Модекс заводына, өндіріс заводына. Формовканың операторы болып қабылдандым жұмысқа. Ол кезде завод енді бастап салынып жатқан кезден. Наурыз айында завод түбегейлі салынып болып, крандарды тұрғызған кезде мен өзімді ұсындым крановой болуға. Содан бастап осы мостовой кранды жүргізіп. Алдында оқығам осы мостовой кранда. Оқығам, одан кейін өзім жүргізіп көрсеттім. Көргеннен кейін басшылар крановойға жұмысқа мені қабылдады. Кранмен осы объемный блоктарды көтереміз, сердечник көтереміз, және де тағы басқа жүктер бар. Соларды көтереміз. Ең ауыр жүктер осы сердечник және объемный блок. Бұл жерде ұқыпты болу керек. 40 тонналық кран, өте ауыр жүктер көтереміз. Басқалардың да қауіпсіздігін ойлау, бір-біріміздің қауіпсіздігімізді ойлауымыз керек. Жалпы ұжым жақсы, ауызбіршілік бар, бірігіп, ойласып, бәрін жұмыс жасаймыз. Өзіме ұнайды. Мама осы дәл қазіргі уақытта мамандығым. Жалақысы да, айлығы да жақсы, өзім уақытылы беріледі. Сосын әр праздниктерде, мейрамдарда премиялары, бәйгелері болады. Үш балам бар. Әйеліңіз рат жақсы көресіз бе? Қырғаптың асты ондай жақтар қоймай қойды. Қосылайық деп отырған жоқ. Бұл да жаңа кран 5 жыл енді болды. Бұл кранға да. Осы жердегі бүкіл крандарды жүргізіп келедім. Қаншама жігіттерді осы кранды жүргізуге үйреттім. Қазір сол жігіттер кран жүргізіп, осы жерде жұмыс жасап жатыр заводта. Жұмыс жасағанда бірінші стропольщик маған команда береді. Сол стропольщиктің командасымен жұмыс істеймін, рациямен. Сердечник көтереміз дейді, мысалы. Сол сердечникке барып, трайверспен ілемін. Стропольщик өзі қарап, алды, ардын, ілінді ма дұрыс. Одан кейін барып маған нұсқау береді көтеруге. Сол кезде көтерем. Тек стропольщикпен ғана жұмыс жасаймын, басқа ешкіммен жұмыс жасамаймын. Жылдамда жұмыс жасауға болады бұл кранмен. Баяуда жұмыс жасауға болады. Сонда ерекшелігі бар. Артық груз болған кезде өзі дабыл қаққышы бар. Егер груз артық болса,
сол кезде кранды тоқтатамыз, жүкті жерге қойып. Майна деген төмен деген сөз, вира деген жоғарыға деген сөз. Әлем бойынша солай айтылады негізі, майна, вира. Мен оны анықтап, стропочктың сөзі ол. Бәйтерек холдингінің компаниялар тобы өндірісті дамытуды белсенді қолдайды. Бұл зауыттағы жаңа технология тұрғын үй құрылысын тиімді әрі жедел түрде жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Қазақстан Даму банкі акционерлік қоғамынан 12,6 миллиард теңге көлемінде қолдау тауып, елдегі құрылыс саласының дамуын жаңа кезеңге көшірді. Біріншіден, мен осы зауытта кранмен ауыр жүктерді көтерем. Екіншіден, еліміздің экономикасын көтерем. Үшіншіден, осы жасап жатқан ұжымның беделін көтерем.